Ыбырай Алтынсариннің педагогтық ұстаздық қызметі мен жазушылық творчествосын бөле қарауға болмайды. Оның жазушылығы тікелей педагогтық ағартушылық жұмысының мақсатынан туған. Ағартушылық ұстаздық қызметпен айналысу үшін оқулық керек. Діни мектептер оқулықтарының тілі де, мазмұны да Ыбырай көздеген үлкен мақсатқа сай келмеді. Орыс тіліндегі байырғы оқулықтарды сол күйінде аудара салу тағы да тиімсіз. Әрі бұл қазақ балаларына түсініксіз болуы да мүмкін. Тығырықтан шығар жол біреу-ақ. Ана тілінде оқулық жазу. Осы мақсатпен ол 1876 жылы Петербург, Қазан қалаларына арнайы сапармен барып, орыс мектептеріндегі оқулықтар құрылымы мен жалпы оқу тәрбие жүйесімен танысады. Орыстың алдыңғы қатарлы ағартушыларының, педагогтерінің еңбектерін оқу, зерттеу де оның көзін көп нәрсеге жеткізгендей болады. Осыдан кейін Ыбырай оқулық жазуға кіріседі. Бұл туралы Ильминскийге жазған хатында 1876 жылдың 3 желтоқсаны. Татар тілінде жазылған кітаптардан құтылу үшін қазақ тілінде оқуға арналған бастауыш кітабымды кеше бастадым, деп хабарлайды. 1879 жылы Орынбор қаласында Ыбырайдың орыс графикасы негізінде ана тілінде жазылған қазақ хрестоматиясы атты оқулығы жарық көреді. Бұл ұлттық мәдениетіміздің тарихындағы тұңғыш оқулық. Ағартушы орыс әліппесін не себепті пайдаланды? Біріншіден, араб, татар жазуына қарағанда орыс әліппесі негізінде өзі жасаған жаңа алфавит жазуы әлдеқайда жеңілірек болады. Әрі тіл тазалығын, қазақ тілі орынсыз кірген араб, татар сөздерінен тазарады, сақтауға көмектеседі деп есептеді. Екіншіден, ағартушы қанша дегенмен де сол кездегі жағдайлар мен ресми көзқарастармен санасуға мәжбүр болды. Отаршылдық, орыстандыру саясаты үстем боп тұрғанда санаспау мүмкін емес еді. Ыбырай үшін қалайда оқулықты шығару әлдеқайда маңыздырақ болды. Оқулықты жазудағы мақсатын Ыбырай Алтынсарин кітаптың алғы сөзінде: бұл кітапты құрастырғанда мен біріншіден осы біздің ана тілімізде тұңғыш рет шыққалы отырған жалғыз кітаптың орыс қазақ мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы бола алу жағын, сонымен қатар жалпы халықтың оқуына жарайтын кітап бола алу жағын көздедім деп тұжырымдаған. Хрестоматия бұл екі міндетті де толығынан атқарады. Оқулықтың төңкеріске дейінгі мерзімде бірнеше мәрте қайталап жарық көруі оның өз кезеңіндегі ғана емес, одан кейінгі ұзақ жылдар бойында талай жас ұрпақ үшін білім, өнеге көзі, рухани қазына бастауы болып келгенін көрсетеді. Бұл хрестоматияның қазақ мәдениетінің тарихындағы өзіндік үлкен орны мен маңызын айқындайтын факт. Ыбырай Алтынсарин қазақ хрестоматиясына педагогтық мақсатына лайықтай жазған өзінің көптеген шағын әңгімелері мен мысалдарын, өлеңдері мен халық ауыз әдебиеті мәлгілерін енгізеді. Хрестоматиядағы бірнеше туындылар орыс педагогтарының оқулықтарынан, айтулы орыс жазушыларының балаларға арналған шығармаларынан арнайы аударылған. Бұл шығармалардың тақырыптық идеялық мазмұнынан Алтынсариннің ағартушы, педагог ретінде алдына мақсат етіп қойған адамгершілік тәрбие мәселелері көрінеді. Олар жас жеткіншектерді еңбекті сүюге, белгілі бір кәсіпке баулу, адам бойындағы адалдық, достық,
мейірімділік, сабырлылық, талаптана білу секілді ізгі қасиеттерді ардақтау, үлкенді қадірлеу, ата-ананы сүю, өнер білімге ұмтылу, оны байлық дәулеттен жоғары қою және тағы басқа құндылықтарды жатқызады. Ыбырай Алтынсариннің әдеби көркем мұрасы ол құрастырған тұңғыш оқулық қазақ хрестоматиясында жинақталған. Ол мұра алуан жанрлы бай мазмұнды. Мұнда өлеңдер, төл әңгімелер мен аудармалар, ауыз әдебиеті үлгілері негізінде жазылған шығармалар және тағы басқа еңбектер топтамасынан тұрады.